Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін біз тәубе техникасы жайлы және де қабыл болған тәубе жайлы хадис жайында толыққанды айтатын боламыз. Кемел адам кітабынан Қайрат Жолдыбайұлы авторы. Және де біздің арнамызға жазылып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Толыққанды сіздерге пайдалы болуға тырысамыз. Тәубе техникасы басымызға түскен қиыншылық пен сәтсіздіктің себебі тек материалдық тұрғыдан іздеу қателік. Рас, Алла тағаланың жаратқан материалдық себеп салдарлары мен түрлі заңдылығы бар. Оларды қолымыздан келгенше орындауға міндеттіміз. Бірақ көп жағдайда адамдар өздері тап болған проблемалар мен қиыншылықтардың рухани астарына үңілмейді. Перденің арғы жағындағы сырларға мән бермейді. Алла тағала өзінен ашықтаған құлдарын өзіне қарату, жалбарынтып тәубе ету үшін әртүрлі кедергі жібереді. Рум сүресінің 41 аятында адамдардың өз қолымен істеген жамандықтары мен күнәларының кесірінен теңізде де, құрлықта да бүліншілік орын алып, ондағы жүйе мен тәртіп